IT дегеніміз не? IT дегеніміз ол information technology деген сөздердің қысқартылған түрі, яғни ағылшын тілінен енген термин, немесе қазақша ақпараттық технологиялар деген мағынаны білдіреді. Яғни ақпаратты тасымалдауға, сақтауға және өңдеуге арналған технологиялардың барлығын қамтиды. Сіздер мысалы ойлайтын шығарсыздар, IT деген ол көбіне сол компьютерлер баяғы, немесе сол компьютерлерге арналған бағдарламаларды әзірлеу. Бірақ шын мәнінде IT әлдеқайда ауқымдырақ, яғни қазіргі смартфондарымыз үлкен мәліметтерді, жаңағы веб-сайттарды сақтайтын серверлер, тіпті күнделікті өмірде ақша шешу үшін қолданып жүрген банкоматтарымыз, осының барлығы IT-ға кіреді. Және ең үлкен технология ол интернет. Яғни күнделікті өмірімізге өте қатты маңызды рөл атқарады интернет. Осы интернет болмаса, мысалға WhatsApp-ымыз істемей қалады, тіпті YouTube, Instagram, TikTok-тарымызды көре алмай қаламыз. Сондықтан интернет қазіргі өмірімізде өте үлкен маңызға ие. Жалпы IT біздің өмірімізге күннен-күнге терең еніп бара жатыр. Мысалға сағаттарды алайық. Бұрын сағатта механикалық сағаттар болатын, немесе кварц сағаттар, олар жай ғана бізге уақытты көрсететін. Ал қазір сағатқа компьютер енгізіліп, мынандай Apple Watch сияқты смарт сағаттар пайда болды. Бұл смарт сағаттар мысалға біздің пульсімізді есептеп, денсаулығымызды талдай алады, немесе түсімізді қадағалай алады. Мінекей осындай көптеген функциялары бар. Тіпті біз келген SMS-терді оқи аламыз смартфонмен байланыстырып. Немесе тағы бір мысал, теледидар. Бұрын мысалы теледидар осындай антенналар шошайып, бізге тек қана телеканалдарды ғана көрсететін. Ал қазіргі таңда теледидар мен компьютер бірігіп, смарт теледидар деген пайда болды. Ол смарт теледидарды біз мысалға интернетке қосу арқылы YouTube-ты да көре аламыз, музыканы да тыңдай аламыз, тіпті Netflix сияқты бағдарламаларды орнатып, киноларды да көре аламыз. Және мысалға Қазақтелеком, ТВ+ сияқты бағдарламалар бар, ол жерде телеканалдарды көре аламыз. Тіпті сол телеканалдардың бүгінгі жазбаларын көре аламыз. Мысалы бір телехикаяны өткізіп алсақ, біз сол бағдарлама арқылы сақталған нұсқасын көре аламыз. Тағы бір IT енген саланы көрсете салайын. Мысалы бұрын мынандай кір жуғыш машиналар болатын. Ол не істейді? Жай ғана суды былай айналдырып отырады. Біз үстінен киімдерді салып, сөйтіп жуатынбыз, суды өзіміз қайнатып дегендей. Және жоғарыда мысалы мына иізгіш арқылы сол киімдерді сығатынбыз, айналдырып. Мінекей осындай механикалық болатын. Ал қазіргі таңда оларда IT технологиялармен бірігіп, яғни микрочиптер және бағдарламалар енгізу арқылы мынандай автомат түрде жұмыс істейтін кір машиналар пайда болды. Яғни мына жерде көріп отырсыздар, көптеген режимдер бар. Мысалға суық сумен жуу режимі болсын, мысалға 20 градусқа суды қыздырып, сол сумен жуу. Мысалға кейбір маталар бар, ыстық сумен, өте ыстық сумен жусаң, ол мата бұзылып кетеді. Сол үшін оларды осындай 20 градус сумен ғана жууға болады. Және кір машина кірді жуып болғаннан кейін өзі сол кірді сыға алады.
және сығып болғаннан кейін бізге белгілі бір мелодияны ойнатып, бізге кірді жуып бітірдім деген сигнал жібереді. Яғни біз барамыз да өзіміздің кірімізді шығарып, соларды жайып кептіреміз ары қарай. Неке осылай IT технологиялар күннен күнге өмірімізге терең еніп бара жатыр. Осының барлығы IT, яғни ақпараттық технологиялар болып табылады. Рахмет.